комикстерді оқи отырып немесе ғылыми фантастикалық фильмдерді қарап отырып, біз өзімізді мықты күш иелері ретінде еріксіз елестетеміз. Біз батыр немесе жауыз болар ма едік? Бірақ мен сізге қазірдің өзінде мықты күшке ие екеніңізді айтсам ше, жалған дер едіңіз. Алайда бейнероликті соңына дейін қарап шығуыңызға кеңес беремін. Суперсезім. Ашық түнде далаға шығып, аспанға қарасаңыз, сіз жарық нүкте Андромеданы көретін боласыз. Яғни, сіздің көру қабілетіңіз соншалықты сезімтал, 2,5 миллион жарық жылы қашықтықта орналасқан галактиканы көре алады. Керемет емес пе? Бірақ біз көзімізбен емес, миымызбен көреміз. Көз жарық түсіретін камера сияқты жұмыс істейді, ал ми ақпаратты өңдеп, бейнені қалыптастырады. Бұл камераның ажыратымдылығы 576 мегапиксельді құрайды. Есту қабілеті де сондай. Сіздің есту қабілетіңіздің жай күйіне қарамастан, есту қабілеті мидың дыбыс толқындарын қалай қабылдайтынына байланысты. Алайда, гигиенаға да көңіл бөлу керек. Құлақ өзін-өзі тазартатын орган болғанымен, құлақ арнасындағы тесіктер құлаққапты бөледі және кірпікшелер деп аталатын кішкентай шаштар балауызды құлақтан шығарады. Балауыздың шамадан тыс көп болуы денсаулыққа қатысты проблемалар әкелуі мүмкін. Сонымен қоса, егер сіз құлағыңыздың формасы ерекше деп ойласаңыз, ғалымдардың айтуынша әлемде құлақтың небәрі 28 түрі бар екенін айтады. Ал тіліңіз шынымен де ерекше. Ол біргелі саусақ ізімен салыстырылады және қазірдің өзінде ғалымдар оны биометриялық аутентификация ретінде пайдаланғысы келеді. Ұзындығы небәрі 8 см болатын бұл мүшеде барлығы 2000-нан 4000-ға дейін дәм сезу рецепторлары бар. Дәм сезгіштері сонымен қатар асқазанда, ішек жолдарында, ұйқы безінде, өкпеде, ануста, аталық безде және мида кездеседі. Суперкүш. Қауіпті жағдайға тап болған адамдардың көлікті қалай көтеретін немесе ауыр затты лақтыра алатын жиі естіген боларсыз. Алайда қарапайым өмірде біз неге мұны істей алмаймыз? Жауабы мида. Ми өзімізге зиян келтірмеу үшін бұлшықет күшімізді тежейді. Мысалы, егер аяқтарыңыздағы бұлшықеттер толық күшпен тартылса, олар жамбасыңызды сындырады. Алайда сүйектеріміз күшейе түсті. 1 текше метр сүйек 10 000 килограммды көтере алады. Бұл шамамен 5 стандартты жүк көлігінің салмағына тең. Суперинтеллект. Айналаңызға қараңызшы. Сіз қазір қолданатын нәрсенің барлығын дерлік соңғы 2000 жылда осы жігіт жасаған. Біз физиканы, химияны, математиканы, инженерияны және ең бастысы медицинаны жасадық. Бұл ғылымның арқасында біздің суперденелеріміз бізге адал және ұзақ уақыт қызмет ете алады. Медицина ғалымдары күн сайын емдеудің жаңа әдістерін табуда. Әртүрлі елдердің президенттері медицина саласына көбірек инвестиция салып, дәрігерлердің нағыз суперқахармандардың мәртебесін көтеруде. Бұл туралы үкіметтің 8-ші шақырылымының 1-ші съезінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Бұның барлығы біздің деніміз сау, денеміз басқа да жетістіктерге жете алу үшін жасалған.